Жобамның тақырыбы оқытуды басқару және көшбасшылық. Бұрын бастауыш мектеп мұғалімінің басты міндеті баланы оқуға, санауға үйрету болса, қазіргі бастауыш мектеп оқушыны тұлға етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы. Бүгінгі таңда білім берудің жаңа жүйесінің жасалынуы, білім мазмұны мен әдіс-тәсілдерінің жаңаруы, бәсекелестікке қабілеті мол, шығармашылық бағытта еңбектенетін, ой қабілетімен ерекшеленетін азаматты тәрбиелеуді көздейді. Оқушыны адам ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. 7 модульді қалыптастыру арқылы өткізілетін сабақтың басты мақсаттарының бірі баланың оқыта отырып ой еркіндігін, белсенділігін, ізденімпаздығын қалыптастыру. Көшбасшы өз бетінше шешім қабылдауға дағдылану. Көшбасшылық адамдарды жинап алға қойылған мақсатқа бағыттау. Сабақ барысында топтағы көшбасшылықты анықтау, оқушыны алға жетелеу, ұйымдастырушылық қабілеттерді дарыту мақсатында мұғалім іс-тәжірибені жетілдіру жұмыстарын өз қолына алады. Мұғалім дамыту жұмысының көшбасшысы нағыз ұстаз өзінің білімділігімен, жүріс-тұрысымен, жайдары мінезімен, тіпті сырт пішіні, киген киіммен де оқушысына жақсы мағынада қатты әсер етеді деген екен Мәлік Ғабдуллин. Көшбасшы болу әрине оңай емес. Оның бойында төмендегідей қасиеттер қалыптасуы қажет. Табандылық, ақыл, жылдамдық, ынта, өзіне деген сенімділік, білімге деген құштарлық, әділеттілік, өзгеше ойлау. Сондықтан да көшбасшы болу осы қасиеттердің бала бойында болу керек екенін түсінуі қажет. Сол себептен де бәсекеге қабілетті балаларды дайындау үшін бастауыш сыныптан бастауымыз қажет.